Сәлем достар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Бүгін бірнеше жылдан кейін алғаш рет жолдасыммен теледидарға бола қырылысып қалдық деп сенесіздер ма? Екеуміз сөзге түсінбей қалдық, екеуміз ұрысып қалдық. Бүгінгі бейнежазбада мені көріп отырған әсіресе ата-аналар, Думанның жасында бала шағасы бар ата-аналар, сіздерден бір ақыл кеңес сұрайыншы деп осы бейнежазбаны түсіріп отырмын. Неден шықты біздің ұрысымыз десеңізші? Алғаш біз үйленген жылы алғашқы 6 айда 60 жылдық ұрысымыздың бәрін ұрысып алғанбыз. Екеуміз бір-бірімізді жақсы көріп үйленген күннің өзінде де, бірге тұрған кезімізде біз әжептәуір ұрысып қырылысып алатынбыз. Құдайдың құтты күні ұрысатынбыз алғашқы 6 ай. Кейін бір-бірімізді түсініп, бір-біріміздің жағдайымызға келіп, одан кейін ұрысқан емеспіз, сөзге келген емеспіз. Бір-біріміздің көзіміздің қарасынан түсініп қойып, ары қарай ұрысқа апармайтынбыз. Думан дүниеге келгелі тем более ұрыс болған емес біздің үйде. Осы жолы ұрыстың шығу себебі. Жалпы сенбі жексенбі күндері біз қалағанымызша ұйықтаймыз таңертең, әркім қалаған уақытында тұрады. Мен үйдің ішінде ең кеш тұратынмын. Мен 11, 12, кейде 10 жарымдарда тұрамын. Бүгін 11-лерге таман тұрдым. Тұрып, ұйқымды ашамай ұйқылай спальнядан шығып есікті ашып қалсам, холда Думан жылап отыр, жолдасым шеке басын тырыстырып отыр. Түсінбей қалған, ұйқым шырттай ашылып кетті бірден. Не болды екеуіңізге деп сұрап жатырмын, бір уақытта мен келіп не болды деп мән-жайды сұрағаным сол еді. Жолдасым атып тұрып балконнан отвертканы алып келіп теледидардың артын шешіп жатыр да. Түсінбей қалдым. Қолында отвертканы жұлып, не істеп жатырсыз дедім да. Думан жылап жатыр. Кешіріңізші папа, екінші жетпеймін деп жылап жатыр. Отверткасын алдым да, отырыңыз, не істеп жатырсыз деп отырғызып қойып, Думанды отырғызып қойдым ортаға. Келіңдер деді. Ал не болды? Не үшін қырылысасыңдар таң атпай екеуің? Сөйтсем, Думан жылап сөйлей алмай жатыр. Папасы шеке басын дұрыс отыр айтпайды. Бірақ жолдасым айтады, мен Думанға сөйлегенем, ол жауап бермеді. Себебі теледидар көріп отыр еді. Негізі таңертең Думан ұйқысынан сенбі-жексенбі күндері тұрған кезде бірінші кітабын оқып, оқыған кітабының мазмұнын дәптерге жазып, одан кейін таңғы ас дайын болғанша теледидар көруге, телефон ойнауға, немесе компьютер ойнауға еркі бар. Өйткені папасы сондай еркіндік берген. Бірақ бүгін таңертең ұйқысынан тұрған кезде папасы шығып енді, Думан кітап оқыдың ба, қалай ұйықтадың деп бір сұрақ қойса керек қой. Думан оны жауап бермепті. Яғни телевизорға басымен кіріп кеткен да, папасының сөйлеген естімеген. Папасы сол жерде бір нәрсе істеп кеткен шығар, жынданып, ал телевизорды өшіріп, пультті апарып, анау төбеге апарып тастаған пультті. Үйдің төбесі қойып қойған пультті ше, Думан ала алмайтындай, қол жете алмайтындай. Содан теледидарды лақтырамын, басқа қыламын, телевизорды құртамын деп, мен шыққанша уже Думан жылатып отыр, Думан жылап кешірім сұрап отыр. Сосын мен айтады да, мен келдім, енді түсіндіріп жатыр, маған айтады, сен өзің ойлашы дейді, мен Думанға компьютер ойнатпаймын ба, телевизор көрсетпеймін ба, жоқ әлде бірге ойнамаймыз ба екеуміз, екеуі компьютер ойнайды. Бір ойнаса азаннан кешке шейін компьютер ойнайды, екеуі бір күнді алып прям. Бәріне рұқсат етемін ғой, неге теледидар көрген кезде басымен кіріп кетеді дейді. Енді кішкентай ғой, ол сіз сияқты үлкен емес, сіз сияқты біреу шыққан кезде жағдай жан-жағын қадағалай алатындай жаста емес қой деймін, әлі кішкентай ғой. Сонда енді бірінші рет болып тұр ғой, сөйтіп айқайлайсыз ба соншалықты деймін да. Жолдасым айтады, давай біз үйден телевизорды құртайық дейді. Мүлде телевизорсыз өмір сүрейік дейді. Мен қарсы емеспін. Өйткені холға кірген кезде біздің үй үлкен үй емес қой, кішкентай кірген кезде үйіміз кішкентай, телевизор тұрса үйіміз кішкентай көрінеді. Мен үйдің жарық еш нәрсе болмағанын қалаймын. Алып тастаңыз хорошо дедім. Телевизор жоққа келсем. Бірақ дәл бүгінгідей состояниеде емес деймін да. Думанды жылатып отырып, кешірім сұратып отырып, тура дәл қазір сіз телевизорды алып тастайтын болсаңыз, өмір бақи ана балаға травма болып қалады. Мен екеуіңіздің араңызда жаңағыдай достар сияқты, әке мен бала емес, достар сияқты қарым-қатынас болғанын қалаймын. Думан қандай да бір проблемасы болса, қандай да бір айтқысы келетін әңгімесі, ойлап жүрген ойы болатынса, менімен емес, сізбен бөліскенін қалаймын. Екеуіңіз араңызда мен білмейтін құпия болғанын қалаймын. Сондай ара қатынас қалаймын. Егер сіз қазір мынаны алып тастайтын болсаңыз, дәл қазір телевизорды сындырамын дейді, сындырып лақтырып тастайтын болсаңыз, онда ертең балаға өмір бақи травма болып қалып қалады. Сіз на ровном месте баламен, әке мен баланың арасында қарым-қатынас құрып тастайсыз. Мен сіздің телевизорды құрып тастағаныңызға қарсы емеспін, бірақ бүгін емес. Асықпай, көңіл күйіміз барлығымыздың жақсы кезде отырып, үшеуміз келісіп, үшеуміз окей деген жағдайда, үшеуміз мына жерден телевизор түсіріп, үшеуміз мысырға апарып тастаған бір бөлек әңгіме. Қазір сіздің былай лақтырып тастағаныңыз бір бөлек әңгіме деймін де. Содан Думан деген жылап жатыр, папасы мамасын былай сөзге келіп ұрысқан бірінші рет көрсе керек. Папасы Думанды құшақтап отыр, кешір латқаныма ренжімеші деп.
Сонымен айттым, жарайды, 2026 жыл уже скоро жаңа жыл ғой, 2026 жылды жаңа бір бағытта бастайық. Итаки келесі жылдан бастап Думан 3-ші классқа барады. Бұл жақта март айынан бастап сабақ басталады. Бізде қыркүйек айында болса, Кореяда март айында сабақ басталады. Қазір Думан қыстық каникулға шықты. Кеше жұмадан бастап шықты қыстық каникулға. Итаки келесі жыл 2026 жаңа жыл. Давайте жаңа жылға жаңа план құрайық, жаңа өмірмен жаңа басқаша бастайық. 3-ші класста бізде қазір 3-ші сыныптан бастап Думан мектепке барады, күніне 6 сабақ өтеді. Келе салып ағылшын тіліне курсқа барады, күніге Құдайдың құтты күні. Одан кейін ағылшын тіл курстан кейін бірден футболға барады. Таңғы сағат 8:40-да үйден шығып кетеді, кешкі сағат 9-да үйге келеді. Әрине арасында кіріп 5 минут перекус жеп шығады, нанын басқасын, бірақ курстан курсқа жүреді. Итаки телевизор көретін уақыты жоқ Думанның. Келесі жылдан бастап қосып берсек те отырып көре алатын уақыты жоқ. Оның орнына телевизорды құртайық. Оның орнына қазір модада бар ғой, ақ телевизорлар. Әрі бері сүйреп жүре беретін, сондай алып беріңіз деп жатырмын да. Өйткені шерушір үйде телевизор жоқ. Шерушір былай қатты балаға қысым жасағым келмейді деймін. Ертең ол біз үйде қатты қысқан сайын сыртқа барып ол ашылып, мүлде басқа бала болып кетуі мүмкін. Мен керісінше қалаймын. Үйде Думанмен дос болып, әңгіме айтып, еркіндікті үйде сезініп, далаға барған кезде, көшеге шыққан кезде, ондай еркін болмаса да үйге келгенде үйде жылылықты сезінсе екен деймін да. Үйтіп шерушір қатты қыса бермеңіз баланы деп. Сонымен Думанның негізі арманы футболист болу. Әрине ол футболист болатыны, болмайтыны бір Құдайға аян, бірақ қазір бүкіл өзінің бүкіл вниманиесін, бүкіл жаңағы бір назарын футболға арнайды. Бос уақытында 10 минут болып қалса да барып футбол ойнайтындай бүкіл назар футболда, бірақ қазір ағылшын тілі мен қазақ тілін қосамыз деп жатырмыз келесі жылдан бастап, өйткені оған керек, тіл керек. Футболист болса ағылшын тілі тем более керек, қазақ тілін нағашылар Қазақстанда болғандықтан үйрену керек. Келесі жылдан бастап қолы бос емес, Итаки телевизор көрмейді. Сондықтан алып тастауыңызға қарсы емеспін деп жатырмын да. Жалпы мен бүгінгі бейнежазбаны қосып сіздерден сұрап отырғаным, сіздер Думанның жасындағы ата-аналар мен қазір көріп отырсаңыздар, балаларыңызға қаншалықты жиі теледидар көрсетесіздер, қаншалықты жиі көреді, телефон қаншалықты ұстайды, компьютерный ойындар қаншалықты ойнайды. Біздің Думанда телефоны бар, өйткені мектепке курсқа баратындықтан телефон қолында бар, бірақ ішінде YouTube, ешқандай ойын, еш нәрсе жоқ, тек қана звонокқа арналған, өйткені бәрін алып тастағанбыз. Думанның теледидар көретін уақыты күніге жұмыс күндері дүйсенбіден жұмаға дейін кешке келіп күнделік жазады, күніге күнделігін жазады, тамақ ішеді, күнделік жазады, жуынады, одан кейін бір жарты сағат теледидар көріп ұйықтайды. Оған біз қарсы емеспіз. Бірақ суббота, воскресенье күндері сәл көп көріп қоятыны бар. Кейде суббота күндері футбол жарысқа барады, ол кезде көре алмайды. Вот воскресенье күндері көп көреді. Воскресенье күндері компьютерлік ойындар ойнайды, папасымен екеуі қалағанша 3 сағат болсын, 4 сағат болсын, теледидар көреді, ойындар көреді, жаңа комедиялар көреді, футбол көреді. Сонымен оған қазірге шейін бізде ешқандай ұрыс болмаған еді. Бүгін осылай тұрып қараптан қарап ұрыс шығып кете салды. Айтам да, мен баланың көзінше, біздің үйде негізі Думанның көзінше ұрыс болмайды. Әрине отбасы болғандықтан ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды ғой. Келіспей қалатын кез болады, бір-біріміздің шеке басын тырыстырып жүретін кез болады. Бірақ ондай кезде біз Думанның көзінше бажылдасып ұрысқан емеспіз. Үнемі Думанды ұйықтатып қойып, шығып сөйлесеміз. Яғни холда отырып сөйлесеміз Думанды ұйықтатып қойғаннан кейін. Бүгін сондай жағдай болды, Думан бірінші рет көріп тұр. Кейін енді жылап болды, басылды, телевизорден жаңа жылдан кейін тастайтын болдық. Оған да келістік. Жаңа жылдан біз телевизор көрмейміз енді бұйыртса. Сонымен орнына жаңа ары бері сүйреп жүретін теледидар әперетін болды, көретін кезде ғана қосатын қылып. Сөйтіп келістік. Шай ішіп отырсақ Думан, екеуіңіздің ұрысқаныңызды бірінші рет көрдім, бұдан былай ұрыспаңыздар, çünkü кешіріңіздерші, мен кесірімнен ұрыстыңыздар. Тағы бір жылап жатыр да, шай ішіп отырып, жаным-ау, бұл ұрысқан емес, сен басқа ата-аналардың ұрысқанын көрмепсің, біз жай әңгіме айттық деп жатырмыз да. Баланың ортасында баланың көзінше ұрысудың өзі бір түрлі екен. Бізде бұндай бірінші рет опыт болып тұрғандықтан. Мен жолдасымның бұндай деп шығатын мінезін бірінші рет көрдім. Бұрын алғаш үйленген жылдар көргенбіз, одан кейін қанша жыл, 10 жылдан асып кетті ғой. Неше жылдан бірінші рет көріп тұрған, өзім де түсінбей қалдым. Ұйқым шайдай ашылып кетті ғой. Жалпы мектепте оқитын болса, бала шағаларыңызды қаншалықты курсқа жиі бересіздер, қаншалықты курстарға барады, мектепке барғаннан кейін үйге келген кезде қаншалықты еркіндік бересіздер, теледидарды қаншалықты жиі көреді, жиі көргені дұрыс па, әлде арасында осылай қысып отырған жақсы ма? Қысып отырсаң, бала үйде қысылып далаға бет ашылып кете ме деп менде сондай қорқыныш бар, шыны керек. Телефон, теледидар дегенге қалай қарайсыздар? Вот TikTok, Insta, ондайларды Думан мүлде көрмейді, не екенін де білмейді, бірақ теледидарды жиі көретін рас енді. Соған бала бір қырылысып бүгін таңертең ұрысып алдық. Сөйтіп отырып сіздердің ақылдарыңызды сұрайыншы. Жалпы мен енді
бір бала енді өсіріп жатырмыз, ата аналық опыт енді бар бізде. Ал енді 4-5 бала шағаны өсіріп отырған үлкен әпкелер, сіздер не айтатын едіңіздер?